Құрметті қонақтар, қадірлі жерлестер, ардақты әріптестер, баршаңызды 18 мамыр халықаралық музей күнімен шын жүректен құттықтаймын. Музей бүгін мен болашақты жалғайтын алтын көпір, мәдени мұрамызды сақтайтын қасиетті орда. Биыл біздің музейімізге 190 жыл, 2 ғасырға жуық уақыт. Біз бүгін біздің көрермендерімізге арнап арнайы мерекелік бағдарлама жасақтадық. Бұл бағдарламада біздің өңіріміздің терең тарихын түсініп, мол мәдени мұрамызбен таныса аласыздар. Осы күні бүкіл музейлер де халыққа есігін айқара ашып, тегін кіру мүмкіншілігін жасайды. Біздің Батыс Қазақстан облыстық тарихи өлкетану музейі де таңертеңгі сағат 10-нан түнгі сағат 11-ге дейін барлық біздің келушілерімізге есігі ашық болады. Енді мерекелік бағдарламаға қысқаша шолу жасап өтсем. Бірінші кезекте таңертеңгі сағат 10:30-да осы біздің ғимаратымыздың алдынан Орал қаласы ашық аспан астындағы музей экскурсиялық маршруты бастау алатын болады. Осы жерден қозғалған көлігіміз хан тоғайына бас тіреп, алғашқы нүктесін сол жерден бастайды. Өңіріміздің терең тарихын, бай мәдениеті жөнінде көптеген ақпараттарды сол жерден ала аласыз. Хан тоғайынан бастау алған біздің экскурсиялық маршрутымыз осы Назарбаев көшесімен жылжи отырып, осы көшенің бойындағы тарихи ғимараттардың сәулет өнері ретінде таныстырылып, олардың тарихи маңыздылығы айтылатын болады. Содан Сырым Датұлы ескерткішінің тұсына дейін келіп, сол жерден тәмамдайды. Біздің келесі үлкен іс-шарамыздың бірі көне ойыншық кемел тәрбиенің көзі деп аталады. Жалпы бізге дейінгі ата-бабаларымыздың ойыншық арқылы келешек ұрпақты қалай тәрбиеледі, сол жөнінде кеңірек білуге толық мүмкіншілік болады. Түсқайта сағат 4-те біздің музейімізде атадан қалған ақсауыт қару-жарақ көрмесінің ашылуы болады. Жалпы біздің музейімізде қару-жарақтардың алғаш рет бір жерде топтастырылып шығарылуы осы бүгін, яғни 18 мамыр халықаралық музей күні қарсаңында ұйымдастырылып тұр. Осындағы сауыттардың барлығы да бүгін бірінші рет осы көрерменнің алдына шығарылды. Құрметті көрермен, жалпы осы кең байтақ жерімізді сақтаған, осыны қорғаған біздің ата-бабаларымыз үстіне не киді, қандай қарумен қорғады, осы музей күні келіп сонымен толық таныса аласыз. Одан кейін кешкісін бізде арнайы мерекелік концерттік іс-шарамыз бар. Онда да маңызды, мазмұнды дүниелерімізді арнайы жасақтадық. Мысалы, біздің Құрманғазы, Дина, басқа да әнші, күйшілеріміздің кезінде қолдарына ұстаған музыкалық аспаптар, яғни домбыраларының экспозиция тұрғандардың барлығы осы концерттің барысында елімізге танылған, халқымыз мойындаған өнерпаздарымыз түпнұсқа үлгісіндегі жаңағы домбыраларымызды халық алдында ойнап, соның әуенін еститін боласыздар. Сонымен қатар концерт барысында біздің өңіріміздің терең тарихынан сыр шертетін құпия жәдігеріміз жасырылатын болады. Соны тапқан адамға арнайы да біздің сый-сияпатымыз бар. Құрметті көрермен, құрметті қонақтар, 18 мамыр музей күнінде біздің музейімізге келіп, терең тарихымызбен танысып, балаларыңызға тәрбиелік мәні зор іс-шараға қатынасыңыз. Келіңіз, көріңіз, тәрбиелік мәні зор іс-шарадан қапы қалмаңыз.